Еліміздің көптеген тіпті барлық жерінде өкінішке орай қаралы үйде бірінші күннен бастап мал сойылып, жаназаға тамақ беріліп жатады. Алайда мұндай әдет-ғұрыптардың дінімізде қаншалықты дұрыс екенін білмейміз. Қаралы үйден тамақ алып, соны үйіне апара жатқан адам үйіне не әкетіп бара жатқанын біле ме екен? Бір шаңырақта адам о дүниелік болып жатқанда, сол шаңырақтан түйір дәм алу дұрыс емес, себебі қаралы үйден шыққан тағамнан қан тамшылап тұрады. Ал қан тамшылап тұрған тағамды үй ішіне жегізу сол қаралы үйде болған қайғыны өз шаңырағыңа да жұқсын деп тілегенмен бірдей екен. Ұлы Абай қазақтың әулиесі деп қасиетін бағалаған мәшһүр Жүсіптің өз заманында айтқан осы бір ауыз сөзін қазіргі замандастар біле жүргені абзал. Әдетте тойдың сарқытын сол үйдің қуанышы жұғысты болсын деп алып жатамыз. Өлім кезінде дастарханға қол салып, көсіп алып жататындарға құлақ қағыс, ойланатын жағдай. Қандай жағдай болса да адам ең алдымен салауатты ойлауы керек. Неге қаралы үйде дереу мал сойылып, тамақ дайындалады және таратылады? Осы сұрақтардың барлығына логикалық тұрғыдан ешқандай жауап жоқ. Алайда ислам діні ақыл мен ғылымға, сондай-ақ Құран мен сүннетке сүйенеді. Зер салып қарайтын болсақ, бірде-бір аятта, қандай да бір хадисте немесе басқа да дерек көздерде жаназа шығарылған үйде мал шалып, тамақ дайындау туралы айтылмаған. Біздің дінімізде құрбандық, мал шалу, бала туылғанда, шүкіршілік еткен кезде немесе діни мерекелерде қуанышын білдіру мақсатында шалынады. Ал қазаға байланысты құрбандық шалу дәстүрі жоқ. Себебі өлім шүкіршілікті қажет ететін қуанышты сәт емес. Кейбір жерлерде бүгінгі дәстүрлердің бірі жерлеу рәсімінің алдында құрбандыққа шалынған малдың етінен үйге көңіл айтуға келген қонақтарға сый-сияпат беру әдет болып қалған. Алайда қазалы үйге жұбатуға, қайғыны бөлісуге келгендерге тамақ беру дұрыс амал емес. Себебі жақын адамы қайтыс болған ағайын туыстары қайғы-қасірет шегіп, көз жасын төгіп жылап жатқанда, сол шаңырақта дастархан жайылып, ас ішу қайтқан кісінің туыстарына құрметсіздік емес пе? Қазалы үйдің иесі мен туыстары кедей болса да жаназаға қатысқандардың алдында ұятқа қалмайын деп, немесе намыстанып қарыз алса да, әдет-ғұрыпты орындауға мәжбүр болады. Осының салдарынан көптеген адамдар рухани қайғы күйзеліспен қатар бірнеше ай бойы қиналып төлейтін, тіпті кейде төлей алмайтын ауыр қарызға батуға мәжбүр болады. Негізінен жақынын жоғалтып, қайғы-мұңға салынып отырған шаңырақта қайғыларына байланысты өзгеге тамақ беру былай тұрсын, өздеріне қарауға шамасы келмей жатқанда, оларға көршілер мен туыстары тарапынан тамақ беру секілді ел ішінде керемет дәстүр болған еді. Алыстан ат арылтып келгендер демалып тынығып алуға қажет болғанда, сол үйлерге барып демалып, ас су ішіп алады. Осы дәстүрді қайта жаңғырту, насихаттау керек ақ. Мұның тысында мал шалып ас беру немесе ақша тарату секілді ғұрыптарға Құран мен пайғамбарымыздың сүннетіне орын жоқ.